Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 11-ші сабақтың Б тобының есептерін қарастырамыз. Олай болса, 11-де 7-ші жаттығудың бірінші есебін мысал ретінде қарастырайық. Бұл жерде есептің шарты көп мүшені стандарт түрге келтіріп, дәрежесін анықтауымыз қажет. Олай болса, ең алдымен стандарт түрге келтіріп алайық. Ол үшін ұқсас мүшелерін біріктірейік. Мұнда 22а квадратқа ұқсас мүше 18а квадрат. Яғни айнымалардың дәрежелері бірдей болып отыр. Екеуі де таңбалары оң, сол себепті қосылады. 22-ге 18-ді қосатын болсақ, онда 40 болады. 40а квадрат. Енді, мұнда 40а кубқа 29а куб ұқсас. Біреуінің таңбасы теріс, екіншісінікі оң. Демек, 40-тан 29-ды азайтамыз. Ол кезде 11 қалады. Таңбасы әрине минус болады, өйткені 40-тың таңбасы минус болып тұр. Минус 11 аның кубы болды. Енді бізде тек қана аның 4-ші дәрежесі деген өрнек қалды. Оның өзін қосу арқылы жазсақ жеткілікті. Мінекей біз көп мүшені стандарт түрге келтіріп алдық. Ал енді көп мүшенің дәрежесін атау үшін көріп отырсыздар, бұл жердегі қай мүшенің айнымалысының дәрежесі үлкен, көп мүшенің дәрежесі соған тең болады. Мұндағы ең үлкен дәрежеге тең болған айнымалы аның 4-ші дәрежесі. Демек, біздегі көп мүшенің дәрежесі 4-ке тең деп айта аламыз. 11-де 8-ші жаттығуда да тура осылай. Ең алдымен стандарт түрге келтіріп алып, сосын көп мүшенің дәрежесін айтуымыз қажет. Мұнда 29,1 с квадрат минус қосылған 30 с квадрат бір-біріне ұқсас, олар бір-біріне азайтылады. 30-дан 29,1 с квадрат азайтатын болсақ, онда 0,9 с квадрат қалады. Мінекей бұл екеуін азайтып алдық. Ал енді 0,17 д куб азайтылған д куб және минус 1,1 д куб бір-бірлеріне ұқсас. Мұнда минус д кубтың коэффициенті 1 деп есептейміз. Демек, минус 1 плюс 0,117. Бірінің таңбасы оның екіншісінің теріс, ол жерде бір-біріне азайтылады. Ол кезде минус 0,183 д куб қалады. Минус 0,183 д куб азайтылған минус 1,1 д куб. Екеуінде таңбасы минус, сол үшін олар бір-біріне қосылады. Және таңбасы минус болып жазылады. Сонда минус 1,1-ге 0,183 қосатын болсақ, минус 1,193 д-ның көбі болады. Мінекей осылайша біз стандарт түрге келтіріп алдық. Ал енді көп мүшенің дәрежесін айту үшін айнымалының дәрежесіне қараған жеткілікті. Бұл жерде айнымалының ең үлкен дәрежесі 3-ші дәреже болып тұр. Сол себепті мұндағы көп мүшенің дәрежесі 3-ші дәрежеге тең деп айта аламыз. Ал 11-де 10-ші жаттығуға келетін болсақ, бұл жерде берілген өрнектің, яғни көп мүшенің мәнін табуымыз қажет. Ол үшін ең алдымен мына бір көп мүшені ықшам түрде жазып алайық. 5х кубқа ұқсас мүше минус 10х куб, яғни олар бір-біріне азайтылып, минус 5х-тің кубы қалады. Ал минус 8х-тің 5-ші дәрежесіне ұқсас мүше 7х-тің 5-ші дәрежесі. Біреуі минус, екіншісі плюс, демек бір-біріне азайтылады, таңбасы минус болады. Өйткені 8х-тің 5-ші дәрежесінің таңбасы минус болып тұр. 8-ден 7-ні азайтсақ 1 қалады, бірақ 1 жазылмайды. Х-тің 5-ші дәрежесін ғана жазамыз. Ал плюс 44 минус 60. Олар бір-біріне азайтылып, минус 16-ны береді. Мінекей. Стандарт түрде жазып алдық. Енді мұндағы х дегеніміз минус 2-ге тең. Х-тің орнына минус 2-ні қойып есептеп шықсақ жеткілікті. Минус 5 көбейтілген минус 2-ның кубы азайтылған. Минус 2-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 16 тең. Мұнда минус 5-тің өзін жазып алайық. Көбейтілген. Минус 2-ның 3-ші дәрежесі минус 8-ге тең. Азайтылған. Минус 2-ның 5-ші дәрежесі минус 32-ге тең. Минус 16 тең. Мінекей дәрежеге шығарып жазып алдық. Енді амалдарды орындайық. Мұнда минус 5-ке минус 8-ді көбейтетін болсақ, екеуінде таңбасы минус, минусқа минус көбейтсек плюс болып кетеді. Плюс 40 шығады. Мұндағы жақшаның сыртындағы минус пен жақшаның ішіндегі минус көбейтіліп, плюсқа айналып кетеді. Демек, жақшаны ашсақ, плюс 32 болады. Және де минус 16.
Мында 40-қа 32-ні қоссақ 72 болады. Ал 72-ден 16-ны азайтатын болсақ, онда 56 деген сан мәні шығады. Мінекей бұл есепте біз берілген көп мүшенің сан мәнін тауып алдық. Ол үшін ең алдымен көп мүшені стандарт түрге келтіріп алдық. Және стандарт түрге келтірген соң x-тің орнына сан мәнін қойдық. Сол кезде 56 деген жауапты алдық. 11-де 12-ші жаттығудары тура осылай өрнектің мәнін табуымыз қажет. Мұндағы mn және минус 9 mn-дер бір-бірімен азайтылып, минус 8 mn қалады. Ал 9,2n азайтылған 10n. Бұлар да азайтылады. Оннан 9,2-ні азайтатын болсақ, минус 0,8 n қалады. Мұндағы 8m-ге ұқсас мүше жоқ, сол себепті 8m-нің өзін жазамыз. Тең. m 4-тен 3-ке тең, ал n 8-ден 5-ке тең. Демек, осы мәндерді қойып шығайық. Минус 8-дің өзін жазып аламыз. Ең алдымен көбейтілген. m деп отырғанымыз 4-тен 3-ке тең. Көбейту. Ал m-дағы n деп отырғанымыз 8-ден 5-ке тең. Демек, 8-ден 5-ті жазып аламыз. Азайтылған. 0,8. Біз 0,8-ді 8 бөлінген 10 деп түрлендіріп жазып алайық. 8-ді 10-ға бөлсек 0,8 шығады. Көбейтілген n деп отырғанымыз 8-ден 5. 8-ден 5. Қосылған 8m деп тұр. 8-дің өзін жазып аламыз. m деп отырғанымыз 4-тен 3-ке тең. Көбейту 4-тен 3. m-нің орнына 4-тен 3-ті қойып жазып алдық. Мінекей енді бұларды көбейтіп, қысқартып жазсақ жеткілікті. Мұндағы 8 бен 8 қысқарып кетеді. Сонда 3-ке 5-ті көбейтетін болсақ 15 болады. Бөлімде 4 бар. Таңбасы минус әрине, өйткені алдында минус таңба тұр. Минус 4-тен 15 азайтылған. Мұнда да 8 бен 8 қысқарып кетеді. 10 мен 5-ті қысқарып жіберетін болсақ, алымда 1, бөлімде 2 қалады. Демек, минус 2-ден 1 деген өрнегіміз қалды. Ал соңғы өрнегімізде 8 бен 4-ті қысқартамыз. Бөлімінде 1, алымда 2 қалады. 2-ке 3-ті көбейтетін болсақ, ол кезде 6 болады. Плюс 6 деп жазамыз. Мінекей бұл өрнектердің барлығына ортақ бөлім ретінде 4-ті береміз. Ол кезде мұнда 1, мына жерде 2-ден, ал 6-ға 4-тен береміз. Мінекей ортақ бөлімге келтіріп алдық. Яғни барлығын ортақ бөлімге ретінде 4 бердік. Ал енді минус 15-ті 1-ге көбейтетін болсақ, минус 15-тің өзі шығады. Минус 1-де 2-ге көбейтетін болсақ, минус 2 болады. Ал 4-ті 6-ға көбейтетін болсақ, онда плюс 24 болады. Тең. Бөліміне 4-ті жазып қоямыз. Ал алымында минус 15 минус 2. Минус 17-ні береді. Минус 17 плюс 24, ол жерден 7 деген сан шығады. Сонда бастапқы өрнекті ықшамдап, стандарт түрге келтіріп, m мен n-ға сан мәндерін қойған кезде 4-тен 7 деген сан шықты. Қалған есептерді тура осылай стандарт түрге келтіріп аласыздар ең алдымен, сосын берілген айнымалының мәндерін қойып, өрнектің мәнін таба аласыздар.